Биогумус жанама дейді. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Мінекей осы видеода біз не істейміз? Биогумус жанама жанбай ма, сол сұрақтың жауабын білетін боламыз. Алдын ала берілетін ақпарат бұл не? Биогумус төрт түлік малдың қиынан, көң деп жатамыз, көң, тезек, содан жасалады. Калифорниялық шұбалшандар осы тезекті азық етіп, бізге не істейді? Биогумус өндіріп беретін болады. Биогумус өз кезегінде өсімдіктерге, тал дейміз, көшет, жалпы барлық өсімдік әлеміне өте пайдасы зор. Таптырмас удобрение дейміз. Тыңайтқыш, тамаша тыңайтқыш. Бұның тыңайтқыштың күштілігі селитрадан да мықты деп жатады. Сол биогумус жанама жанбай ма, осы видео білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы жерде біз не істейміз? Биогумусты өртейтін боламыз. Ал тезек өз кезегінде баяғы заманнан бері адамзаты бұны не істеп жатыр? Отын ретінде пайдаланып келді. Қазіргі заманның өзінде ауыл аймақтарда осы тезекті отын ретінде қолданады. Ошаққа жағады, тандырынан, табанан деп жатады. Тамақ жасап жатады, үйді жылытады. Жалпы бұл тезектің әкелер пайдасы өте зор. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір не істейміз? Биогумусты өртейтін боламыз. Мінекей азырақ биогумусты алып, мен қазір осы төбеге қоятын боламыз. Биогумусты жалпы осы газовый горелка арқылы өртеп көретін боламыз. Оттың екпінімен ұшып кетпес үшін мен бұны сәл осы прессовать етіп қоя салайын. Прессовать етіп осы жерге қоятын боламын. Қазір осыны горелканың көмегімен өртейтін боламыз. Бұлай шоқ беріп, неғып тұрған көрсе болады. Бұлақ өртеніп неғып атқан жоқ. Шоққа айналып атыр екен. Так. Бірақ мен ойлаймын, бұл биогумустан жалпы жақсы жылу аламайтын шығармыз. Шоқ болғанмен қазір не істеді бұл? Бұлай от алып, неғып түтеп, жалпы өзінен қызу беріп атқан жоқ. Бұдан шығатын ақпарат биогумус отын ретінде қолдануға болмайды екен. Бұлай жанбайды екен. Топыраққа айналған ғой, бұл жалпы биогумус дегеніміз топыраққа айналып кеткен малдың тезегі. Егер эксперимент ұнаған болса, осы видеоға лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Осы видеоны осымен тоқтатайық. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.